Ислам KZ ұлттық рухани ағарту порталы ұсынады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Бүгінгі айтатын мәселеміз кейбір балықтардың халал харамдығы жайында болмақ. Дәлірек айтқанда шортан балығы, жайын балығы және жылан балығы жөнінде болады бүгінгі сұрағымыз. Бұл балықтардың үкімі турасында оқырмандарымыздан жиі сұралып тұратындықтан ауызшада жауап беруді жөн көріп отырмыз. Әуелі мына ережені естен шығармаған жөн. Ханафи мазхабында балық пішіндес, яғни балық атауына жататын барлық су жануарларының еті адал. Ал балыққа жатпайтын, балық тектес болып саналмайтын су жануарларының еті болса халал емес. Мәселен, ат балығын жеуге болмайды, морской конь, өйткені балық тектес емес. Сондай-ақ су шошқасын да жеуге болмайды, су шаянын да жеуге болмайды, краб. Бұлардың барлығы балық түрінен саналмайтындықтан Ханафи мазхабы бойынша үкімдері мәкрух саналған. Харамға жақын мәкрух. Ал енді шортан балығын жеуге болады, еті адал. Сондай-ақ жайын балығында және де жылан балығында жеу адал. Өйткені бұл үшеуі де балық тектес жануарлар санатынан. Жайын балығының етін жеу халал дегенге дәлел келтірер болсақ, Сахих Бухари атты хадистер жинағында орын алған риуаятта сахаба Абдуллах ибн Аббастың жайын балығы жайында айтқан мынандай бір сөзі бар. Ардақты сахаба былай деген: әл-жиррию, жайын балығын ля таъкулухул яхуду, яхуди дініндегілер жемейді, онахну наъкулуху, ал біз, яғни мұсылмандар, жейміз дейді сахаба. Осы жерде ардақты сахаба, сахабалардың ішіндегі ғұлама сахабалардың бірі болып саналатын Абдуллах ибн Аббас аталмыш балық түрін мұсылмандар үшін жеудің ағаттығы жоқ екендігін не істеп отыр? Ашық айтып отыр. Сол себептен сүннит жолындағы мұсылмандар үшін жайын еті адал. Неге сүннит жолындағы деп отырмын? Себебі мәліметтерге қарағанда исламдағы шиизм бағытындағылар, яғни шиа ағымындағылар жайын балығын харам деп есептейді. Олар бойынша жайын балығының еті адал емес. Өйткені олардың айтысына қарағанда Әзіреті Әли ол балықты лағнеттеген екен, сондықтан харам деп айтады. Алайда бұндай риуаяттың негізі жоқ. Сүнниттерде ол балықтың еті адал. Жылан балықтың да үкімі солай. Жылан балығы да балық тектес су жануарларынан саналатындықтан еті адал деп есептелінген. Оны әдеттегі жыландармен шатастырмау керек. Жылан балығының адалдығы жөнінде айтылған үкімді Ханафи фиқ кітаптарынан кездестіруге болады. Мәселен, 11 ғасырда өмір сүрген Ханафи ғұламасы имам Сарахсидің мынандай сөзі орын алған. Ғұлама былай дейді: «Жамиу анва'i самаки халалун», барлық балық түрлері халал. «Әл-жиррису», мысалы жайын балығы, «Вәл-мәрихиджу», және жылан балығы, «Вағойруху», және басқа да балық тектестер, «Фи залика сауаун», халал мәселесінде теңдей, дейді ғұлама. Осы ғұламаның сөзінде «Әл-мәрихиджу» деген фариси бір сөз, жылан балық деген ұғымды білдіреді екен. Демек, қорытындылай келе айтар болсақ, шортан балығы болсын, жайын балығы болсын, немесе жылан балықтары болсын, балық тектес су жануарлары болып есептелінетіндіктен еттері адал, оларды жеудің ағаттығы жоқ. Осы орайда акуланың да үкімін сұрап жатады. Акула балығының еті адал ма деген сауалдар да келіп жатады. Енді аталмыш ережеге қарайтын болсақ, яғни балық тектес су жануарларының еті адал деген ережеге қарайтын болсақ, акуланы да харам деуге болмайды, өйткені акулада балық тектес су жануарлары санатынан саналады. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи роббил аламин.